Қалайсыңдар? Бүгін 63-ші күн. Бүгін айтатын ой, қараңдаршы, біз кейде көшеде жатамыз да, или инстаграмда отырамыз. Сосын біреудің несін көреміз. Біреу машина алғанын көреміз, біреудің үй алғанын көреміз, біреудің бір жетістігін көреміз. Біреу Феррари алды, допустим, біреу мықты машина алды, біреу үй алды. Біреу бірдеңеге жетті. И сол кезде бізде іштей кейде андай ой болады. Я тоже хочу Феррари деген сияқты. Я тоже хочу как он деген сияқты да. Сондай бір сұрақтар болады, кейде желаниялар болады. Сол кезде біз сол адамның тек қана біз результатын, яғни нәтижесін ғана қалаймыз да. Бірақ біз оны ойламаймыз, что артында ол қандай бір любой нәрсеге сен в любом случае оплата жасайсың, құнын төлейсің. И біз ол құнын төлегенін, оған қандай құнын төлегенін, қандай бағамен сол жетістікке жету үшін қандай баға бергенін, қандай мөлшерде сумма бергенін білмейміз да. Бірақ айтамыз, что хотим как он, да? Соны нәрсені хотим деп айтамыз. Біз тек жетістігін айтамыз. Бірақ ол білмейсің ғой, сен, может, оның баласы қатты ауырып қалды, или ол әйелімен ажырасып кетті. Тағы да бір ситуация болды да, сонымен төледі, денсаулығымен төлеген шығар, может да. Біз соны көрмейміз да, біз айтамыз, что біз хотим осы нәрсені деп. И бізде біз просто айсбергтің тек үстін ғана көреміз ғой. Сол бізде проблема бар да. И біз депрессияға түсеміз, что біз жасатқан кезде, именно бізді сөйтіп жасап кезде, бізге как будто қиын болып кеткен сияқты болып көрінеді. О да оңай болды ғой, бірақ менде қиын болады, что-то менікі емес, жолым болмайды, неудача деген ойлар пайда болады. Потому что біз оның жасаған жұмысын көрмедік та, оның қасында болмадық ол кезде. Біз тек қана картошка фриді жеген кезде тек фриді жейміз, бірақ картошка қалай егілді, оның егін-егді, ол жаңбыр болса екен, болмаса болса екен деп күтіп отты. Анау оражай болмай қалды, сондай нәрселер бәрін көрмейміз да, тек қана фриді өзін көреміз деген сияқты әңгіме ғой. И бізге как бы оңай сияқты көрінеді, біз қиындықты көрмейміз. Сол үшін, когда біреудің алған нәрсесін біреуге Құдайға бірдеңе берген кезде, басқа біреуге несібе берген кезде, сен хочу как он деп айтпау керексің да, потому что сен білмейсің не нәрсемен ол төлеген. Вообще біреудің несібесіне шамы болмау керек, потому что ол определенный бір нәрсемен төлетті, сол нәрсеге жетті. В любом случае сен бір нәрсемен төлейсің, ол сол нәрсеге жетті. Когда желанияларың болады ғой, бір нәрсені қалау деген кезде, сол кезде біреу сияқты қалау деген кезде, ол опасный момент, потому что сен білмейсің ол немен төлегенді, ол жер түсінікті. Енді в любом случае не істейсің, что достарының арасында біреу үй алды, біреу үйленді, біреу машина алды, біреу бүйтті. Сол кезде сенде қандай чувство болады? Раздражение, или мотивация, или вдохновение, или зависть, да? Раздражение ол зависть қой, мотивация, вдохновение ол мотивация. Яғни сен соны көріп, мен де алам, мен де бұйырса алам, молодец деп қуанасың ба, или сенде кішкентай зависть бола ма, кішкентай зависть, қызғаныш бола ма, жол болып кетті, неге бірдеңе деп сондай бір нәрсе бола ма. Екі вариант в любом случае болады, ондан сен қаша алмайсың. Бірақ білесің бе, сені сол нәтижеге, сол несібеге, сол сен дәл сол нәтижеге, немесе одан да көп нәтиже жету үшін сен ол нәрседен сен вдохновение алу керексің, сен мотивация алу керексің, что мен де жасаймын, да, молодец, сен оған қуану керексің. Сен оның жетістігіне, басқа біреудің жетістігіне қуансаң, сенің жетістігің прям 2-3 есе жақындайды. Прям как будто магнит сияқты жақындатып аласың өзіңнің нәтижеңді, өз жемісіңді. Никогда біреудің жетістігіне қызғанышпен, завистьпен қарамау керек. Просто сен велосипед айдап келатсың да, өзің жүріп келатып, өзіңнің доңғалағына ағаш тығып жатсың, темір тығып жатсың да, просто так өзің жүріп келатсың да, просто қызғанғанның кесірінен. Оны ешқандай зиян болмайды оған, бірақ сен өзіңнің жолыңда қатты зиян болып кетеді. Сол үшін ол қиын, басында қиын болуы мүмкін, но сен когда бір рет біреуді плотно қызғанып зависть берсеш, қалай қаталып қалғанын білмей қаласың.
сосын түсінесің, когда шайнекке қолын тигізесің, ыссы дейсің ғой, ай деп. Сосын сен тигізбейсің ғой, топ емессің ғой. Келесі сосын тұрасың да, сол біреу жетістікке жетсе шынымен қуануға тырысшы кәдімгідей соның жетістігіне. Потом көресің, саған да сол нәрсе берілетін бір мөлшерде де, и сөйлесің, оказывается, шайға шекер салсаң тәтті екен деген сияқты болады. Сосын шайнек салсаң ыссы екен деген сияқты. Дәл сол сияқты просто попробуйте. Біреудің жетістігіне, любой жетістік қуануға, молодец, он достоин деген сияқты, молодец, мынау деген сияқты мақтап іштей қуану керексің. И сол кезде сен просто өзіңнің жетістігіңді, өзіңнің жемісің, нәтижеңді жақындатасың. Бүгін 63-ші күн, бүгінгі күннің ойы осы. Қайырлы түн.